Сәлеметсіздер мен құрметті мұғалімдер. Ақыл оқушы және баладан нәтиже шығаруға кедергі келтіретін қателіктер деген сабағымыз бір 5-6 минутқа ғана созылады, бірақ өте пайдалы болады. Бізде мектептегі мұғалімдер, жалпы менің инстаграмды, видеоларымды көретін мұғалімдер 2 топқа бөлінеді. Мектеп бағыты тек қана өзімнің оқушыларымды дамытамын, өзімнің оқушыларым нәтижеге шығарғым келеді деген. Ал екінші топ бар, мен ақылы оқушы оқытқым келеді, оқу орталық ашқым келеді дейтін. Дәл бірінші топ, яғни мектептегі мұғалімдер бағдарлама көрнекіліктері жоқ, толық қайдан оқуды білмейді, өздері құрастырып жүреді. Ана инстаграм, мына инстаграм, ютуб деп. Жас маман болса, тәжірибе аз болғандықтан ата-аналары сенбейді деп ойлайды. Мен басымнан бұл өткен. Декреттен енді шыққан мұғалімдер бар, мүлде білмейді. Ақпараттар ауысып кеткен, балалардың деген ойлауы басқаша, оларға қандай ақпараттар берем, сұрақ күйінде қалған. Заочный оқып алған мұғалімдер болады. Білім жетіспейді деп ата-анадан да, коллективтерінде қорқып жүреді. Сабақтары бір сарында өтетін мұғалімдер бар, және ерекше әдістерді білмейтін мұғалімдер бар. Бұл мектеп бағытында жұмыс жасап жатқан мұғалімдерге ортақ қорқыныштар деп ойлаймын. Бұл қорқыныштардың қайсысы сізді мазалайды, комментарийға жаза кетіңіз. Енді бұл мұғалімдерге арналған мен оқушыдан бір сабақта нәтиже шығару, яғни баланы қызықтыратын сабақ жоспары бойынша сабақ дайындадым. Бұл жерде мынандай чек-лист бар. Чек-листті шығарып аласыз, бір 5-6 бет презентациясы тұр. Сол презентация бойынша балаларға сабақ өтесіз, және ол сабақты қалай өту керек. Мына жерде әдістерді түсіндіріп қойғам. Бұл сабақты сізге 4-5 оқушымен, 1 оқушымен өтуге болады. Егер сізді жоғарыдағы қателіктер, жоғарыда қорқыныштар мазалайтын болса, мына сабақты міндетті түрде өту керек. Бұл сабақ бізде ертең инстаграмға шығады. Сол жерден аласыздар. Мынау практикалық сабақ. Бұл практикалық сабақты орындағаныңыз үшін сізге 500 балл берілетін болады. Ал кім көп балл жинайды? 4 қараша күні микстің 7 тобына тегін жолдама ұтып алады. Енді ақылы оқушы оқытқым келеді дейтін мұғалімдердің қорқынышы, ашайын десе неден бастарын білмейді. Ашқысы келеді, бірақ неден бастарын білмейді. Документациядан қорқады, мені кім тексереткен, қай жерден тексереткен, қандай документтер жасап алуым керек, қай жерде оқытамын деп ойланады. Кейбіреулер кабинетті дұрыс емес жерден ашып алып, клиент жоқ деп отырады. Қорқыныштары көп, әрине. Баладан нәтиже шықпай қалса ше дегенде уайымдары болады. Мектеппен бірге жүргізе аламын ба? Көп мұғалімдердің сұрағы. Мені тексермей ме? Біреулер айтады, мені сіз тексермей ма деп сұрап келіп жатады. Біздің ауылда бұл не актуальный. Мен өзімнің услугамды, оқытуымды ақша деп айтуға ұялам. Осындай да мұғалімдер бар. Сіз қай топқа жатасыз? Қай қорқыныш сізді көбірек мазалайды? Комментарийға жауабын жазып кетсеңіз. Енді бұл мұғалімдердің ең үлкен қорқынышы ақылы оқушы жиналама деп қорқады. Жақсы, мен оқыталамын, мен нәтижеге сенемін, мен қорықпаймын, бірақ маған біреу ақшасын төлеп қатыстыра ма? Ол үшін сіз мынандай баннерлерді WhatsApp чаттарға жіберуіңіз керек. Бұл баннерлердің дайын шаблондары бар. Шаблондарын біз 2 күнгі сабақта мен инстаграмға шығарамын. Оқушыларды, ата-аналарды кезекке қоятын сабақтар деп арнайы дайындап қойдым. Сол жерде мына шаблондармен бөлсем. Шаблондарды WhatsApp чаттарға жіберіп, тексттерін жіберіп, ата-аналардағы сұранысты, сізге ақша төлей алатын ата-аналар бар ма, жоқ па, нақты көз жеткізетін боласыз. Бұл енді реклама тексттері қалай жазылады деген ақыл оқушы курсындағы сабақтар. Мысалы, микс курстың бір бөлшегі ақыл оқушы жиналама дейтін сұрағыңызға мына жердегі сабақтардың барлығын орындасаңыз 100% иә деп жауап беретін едім. Мына жердегі сабақтардың бәрін орындасаңыз, бағыңыз дұрыс болса, пробный урок өтсеңіз, WhatsApp чаттарға рекламны тексттер, баннерлер жіберсеңіз, инстаграмыңыз дұрыс жүргізсеңіз. Енді кейбір мұғалімдер болады. Мен бағдарламаларды алып оқығым келеді, бірақ өзіме сенімсізбін. Әйтеуір бір қорқыныш бар. Дәл қазір мына видеоны паузаға қойып, 5 жетістігіңізді жазыңызшы. Осы уақытқа дейін, 38 жасқа дейінгі, 18 жасқа дейінгі, 23 жасқа дейінгі. Дәл қазір жасыңыз қаншада? Видеоны паузаға қойыңыз, 5 жетістігіңізді жазыңыз.
жаздыңыз деп үміттенемін. Көңіл күйіңізде бір өзгерісті байқадыңыз ба? Денеңіздегі, жалпы көңіл күйіңіздегі. Егер жазған болсаңыз, сізде міндетті түрде өзгеру керек. Бұл практиканы 1000 мұғалімге жасағанда 1000-ында да өзгеріс болған. Бұл мидағы серотонин гормонының бөлінуі. Кез келген мұғалім «Гармония счастья» деген кітапты оқу керек. Баланы басқару, оның мотивациясы, неге сабаққа қызықпай жатыр, неге қызығып кетті, сұрақтарыңыздың барлығының жауабы мына «Гармония счастья»де. Жалпы адамды басқаратын 4 бақыт гормоны, 2 бақытсыздық гормоны бар. Сол гормондар туралы айтылған. Біздің қазір мұғалімдеріміздің сенімсізбін, қорқамын, жасап кетейін десем қорқамын дейтіндердің барлығы сол миында кортизол деген гормонды көп тудырғандықтан. Қазір мен сіздерге көрсем ол гормонды. Сенімсізбін деген ой қайдан келеді? Кортизол гормоны шамадан тыс көп бөліне береді. Үнемі қорқа бересіз, үнемі қорқа бересіз. Анау алай деп айтып қоя ма? Директор былай деп қоя ма? Завуч былай деп қоя ма? Жұмыстан шығар жері ма? Ата-енем қарсы бола ма? Тек бізде сол кортизолды көбейте береміз. Ол жиналып, сенімсіздік, үлкен сенімсіздік содан келеді. Кейбір мұғалімдер болады, мүлде қозғаламайды. Тіпті тегін мастер-класстардың өзіне кіруден қорқады. Не үшін екенін білмейді. Кортизол шамадан тыс. Енді бұл кортизолды кетіру үшін просто бойымызда қорқынышты біз кетірмейміз. Біз оны ешқашан кетіре алмаймыз. Біз оны жоя алмаймыз, сондықтан оның орнына басқаны қалыптастырамыз. Кез келген гормон денедегі жақсы әдет, жаман әдет, мысалы кейбіреулер айтады, мен мынандай әдетім бар, таңертең ерте тұра алмаймын, мен осыдан құтылғым келеді. Құтылмайсыз. Оның орнына басқаны құрастырасыз, одан кейін ол өзі кетеді. Түсінікті ғой, жоймайсыз, орнына басқаны қалыптастырасыз. Кортизол гормонын кетіру керек. Балада нәтиже шықпай қалса, ақыл оқушы жинала ма деген кортизолдар біздің миымызда көп. Бірнеше рет ойладыңыз, оның бәрі жиналды, оны жоя алмайсыз. Ескерттім. Оның орнына басқасын толтырасыз. Енді сізге сенімділік гормоны. Кортизол мына жерде көбейіп тұрма, енді серотонин, дофамин, эндорфин, окситоцин деген гормондарды толтыру керек. Серотонин гормон деген ол жаңағы сенімділік. Сіз жаңа 5 жетістігіңізді жазған кезде мидың ішінде ол гормон бөлінді. Бірақ сіздің сенімді болып кетуіңіз үшін 5 жетістігіңізді жаздыңыз, бір гормон бөлінді, ол жеткіліксіз. Себебі сіз осы күнге дейін кортизолды бөлдіңіз, жиналды. Көп, дәл солай серотонинді бөлдіріп, үнемі оны көбейтіп отыру керек. Бұл кезде біз әр күні таңертең жетістіктерімізді жазып тұрамыз, немесе әр күні кешке жетістіктерімізді жазып ұйықтаймыз. Ол жетістіктер кез келген жетістіктер. Сіз оны жетістік деп бағалайсыз ба? Болды, ол жетістік. Осы күнге дейінгі жетістіктеріңіздің барлығын жазыңыз. Күнде жазып отыру керек болады. Кешегі күннің, осы айдың, өткен жылдың, 32 жыл бұрынғы, 32 жыл жиналған. Енді бұл кезде жетістіктерді жазу барысында қандай ой болады? Бұл жетістіктерді жасау сіздің қолыңыздан келді ғой. Ал енді оқу орталығын ашу, балада нәтиже шығару, ол да қолыңыздан келеді. Не үшін? Себебі миға біз картина беруіміз керек. Мен олардың барлығын жасадым, бұны да жасай аламын. Мидың ішінде қазір ақылы оқушы оқытып, оқу орталық ашып кеткен картина жоқ. Сондықтан ол картина жоқ болған сенбеді. Ал енді мен 32 жыл мынандай жетістіктер жасадым ғой. Қазір іс-әрекетім сол жетістікпен бірдей деп бағалайтын болсаңыз, 32 жылдық жетістіктеріңіз, қызыл диплом алғаныңыз, универ бітіргеніңіз, тағы бір жетістігіңіз, көп балалы болғаныңыз, оның бәрі жетістік. Мида оның нақты картинасы бар да. Миға картина беруіміз керек. Менің енді бастайын деп жатқан жұмысым дәл сол жетістіктеріммен бірдей. Ми сол кезде оған энергиясын бөле алады. Картиналардың бірдей екенін жеткізу керек миға. Енді кейбір адамдар 3 күн жазып қалып қояды. Ой, менде жалқаулық, менде бытовуха, мен жұмысым көп, дәл мыналар сияқты. 3 күн жазды, 3 күн энергия күшті, бәрін қопарып жіберетін сияқты. Бірақ 4-ші күн отырды да салбырап қалды. Себеп жалқаулық. Енді ол 3 күнде келмейді сенімділік. Сондықтан
кемінде 21 күн. Оны толтыра беру керек. 21 күн жасадыңыз, бір рет оқушыларыңызды бастап кеттіңіз бе, одан кейін серотонин сізде былай тоқтамайды. Не үшін? Себебі сіз сабақтың атмосферасына кіріп кетесіз да. Сабақтың атмосферасы кезінде оқушылардың бетіндегі эмоциялар сізге серотонинді мида автоматын бөлдіреді. Сабақтың атмосферасы күшті болса, серотонин бөлінеді. Серотонин көп болды ма, болды, сенімділік. Бір кабинет па, екінші көбейткіңіз келеді. Екінші ба, ой, мен грант алам. Ой, мен деген 5 миллионнан бастаймын. Мысалы, Ұзынағашта Қыздархан деген апай бар. Оқу орталығын жүргізген, и бір уақытта айтады: мен машинам сат жерінде, мен қазір құрылыс жасап жатырмын. Үлкен оқу орталығы ашып жатыр. Маған кеше соғылып жатқан видеоларын жіберді. Кәдімгідей қуандым. Не үшін? Себебі бала оқытты, күшті кері байланыстар алды, адамда сенімділік артты. Сенімділік артма, ол машинасын сат жеріп, оқу орталық салдырып жатыр да, с нуля. Арендада отырмайын деп. Мысалы, қуандым. Сондықтан да, құрметті мұғалімдер, сіздерге серотонинді қазірден бастап көп бөлдіру керек. Серотонин қашан бөлінеді? Баладан эмоцияны байқағанда. Сондықтан бұл бойынша мен сіздерге ертең сабақ берем. Баладан эмоцияны көрсететін, баладан бірден нәтиже шығаратын. Сол сабақты орындайсыздар. 500 балл. Ең көп балл кім алады? 4 қараша күні басталатын 7 микс топқа тегін жолдама алатын болады. Кері байланыстарыңызды күтемін. Мына сабақтан қандай ой түйдіңіз? Міндетті түрде комментарийға жазып жіберіңіз.